Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымызды білім беруді цифрландыруға арнаймыз. Осы орайда студиямызға өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы филиалы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының ақпараттық технологиялар бөлімінің басшысы Тұрсынбеков Алмаз Жомартұлын шақырған едік. Студиямызға қош келдіңіз. Алмаз, енді мына айтып жатырмыз ғой, цифрландыру деп. Жалпы осы цифрландыру деген не? Соны жалпы толығырақ тоқтала кетсең, көрермендерге түсінікті болу үшін. Қазіргі уақытта адамзат қауымы жыл санап емес, күн санап, сағат санап цифрландыру әлеміне еніп келе жатыр. Былай айтқанда, бұл цифрландыру технологиялар дегеніміз не дегенге, бұл бұрын соңды адамзат бастан кешпеген бір ғажайып әлемнің бір көрінісі болып табылады. Сол қазіргі күні бұл технологиялар жасақталу үстінде. Сол осыған орай елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының арқасында біз Қазақстан әлемдегі 20 елдің, ең алғаш 20 елдің қатарында цифрландыру бойынша жалпы цифрлық Қазақстан сынды бағдарламаны енгізген болатын. Сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Бұл бағдарлама бізде 21 жылға дейін қамтиды. Қазіргі уақытта мысалға бұрын біз мынау телефонды ұялы телефон деп атайтынбыз, ұялы телефон. Қазіргі уақытта бұны смартфон деп атаймыз, яғни ақылды телефон. Бұл айтқанда, бұл телефон арқылы біз қазіргі уақытта коммуналдық төлемдерді жасай аламыз. Үйден шықпай-ақ, ешқай жерге кассаға бармай, еш жерден төлемей деген сияқты. Мысалы, электрондық білім беру, тұрмай-ақ кезекте. Білім беру электрондық, яғни электрондық егов порталы арқылы біз өзімізге керекті ақпарат, яғни анықтамаларды ала аламыз. Мысалға, адресный справка деп жатамыз ғой, сондайларды ала аламыз. Өзімізден үйден, яғни халыққа қызмет көрсету орталығына бармай, телефон арқылы. Және де мысалға жолға шықсақ, әртүрлі қалалар, мысалы Астанаға жол жүретін болсақ, сол Астананың картасын жүктеп алып, Астанада еркін түрде телефон арқылы жүруге болады. Сол енді барлық мынау адамның өмірін жеңілдететін технологияларды жалпы айтқанда цифрлық технологиялар деп атауға болады. Рахмет, Алмас, өте түсінікті. Енді мына білім беру қызметкерлерін цифрландыру және басқару жүйесінің имиджін көтеру деп айтып жатырмыз ғой. Осы бойынша сіздер қандай жұмыстар атқарылып жатырсыздар? Осы уақытқа дейін енді қыруар жұмысы атқарылып та жатыр. Соның ішінде атап айта кетсеңіз толығырақ. Өзім білім беру саласында жұмыс жасағандықтан, өзімнің институтында, яғни Солтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтында қандай жалпы білім беру саласында цифрландыру жүйесі жасалып жатыр, сол бойынша айтып кетейін. Жалпы айтқанда, цифрландыру жұмыстары біздің мекемеде екі фундаменталды бағыт бойынша жүргізіледі. Ол біріншісі білім беру қызметтерін цифрландыру, және екіншісі басқару жүйесі мен имиджін көтеруді цифрландыру болып келеді. Яғни бұл жерде білім беру қызметтерін цифрландыруға келетін болсақ, бұл педагог қызметкерлердің білім алудағы жалпы жеңілдіктер жасау, білім беру бойынша жеңілдіктер цифрландыруда жасау. Осы дейсіз ғой. Енді мына қандай дедіңіз, және білім беру портал деген не, сол жайында толығырақ айта кетсеңіз, осыны адамдарға түсінікті болу үшін, өйткені көп адамдар түсіне бермейді осында. Белсенді білім беру портал дегеніміз, ол профессионал портал болып келеді. Бұл бізде сайтымызда жалпы филиалдың жобаларының ішіне кіреді. Бізде бірнеше жоба бар филиалының. Соның ішінде профессионал интербелсенді порталы бар. Бұл жерде бұл педагогтер, яғни өзін ізденіс үстінде жүрген педагогтерге арналғанда, бұл мысалға курсқа келеді ғой, курсқа келіп өзінің біліктілігін арттырғаннан кейін тағы да өзінің кәсіби түрде өсемін деген мұғалімдерге арналған. Бұл жерде сол порталға тіркеліп, өзінің әртүрлі тапсырмалар алып, өзін жеке дамытып, сол даму бойынша өзінің жетістігін көре алады да бұл жерде өзін мұғалім. Жалпы айтқанда сол ізденіс үстінде болады әрқашан. Біз ол кісімен жұмыс істейміз индивидуалды түрде. Сол бойынша өзі ақпарат алып, өзінің жеке басының шығармашылығын жалпы айтқанда тұлға ретінде, педагог ретінде өзін-өзі дамытады. Сол үшін арналған портал. Өте бұл тиімді деп ойлайсыз ба ұстаздарға? Әрине тиімді. Интербелсенді портал. Ал енді мына тәлімгерліктің виртуалды платформасы дегенді қалай түсіндіріп кетесіз? Бұл тәлімгерлік деген бұрынғы совет үкіметі кезінде жалпы болды, наставничество деп аталатын. Қазір уақытта ол өзінің былай айтқанда кішкене жоғалып кетті да наставничество былай. Қазір сол наставничествоны біз көтеріп жатырмыз тәлімгерлікті. Бұл жаңадан келген ұстаздарға жаңадан келген мысалы
колледж бітіріп келген, университет бітіріп келген, жаңадан келген ұстаздар бізге біліктілігін арттыру курстарына келеді. Тәжірибесі жоқ тәжірибесі аз деген сияқты. Оларға кішкене көмек керек, кішкене бағдар беру керек. Осыған орай біз енді барлығымен жеке жұмыс істей алмаймыз, олар елді мекенде, біз мысалы қаладамыз деген сияқты. Осы портал арқылы біз, бұл портал Mentornet деп аталады. Сол порталға тіркеледі олжас мамандар. Басқа да әртүрлі мұғалімдер тіркеліп, сол бойынша біз өзіміз мысалы қазақ тілінің маманы болатын болса, мысалы қазақ тілінің мұғалімдері өздері тіркеледі да, соларға арнап біз өзіміздің бір тренерімізді, енді әрине тәжірибесі бар деген сияқты сондай мықты тренерді соларға қарастырып қоямыз. Жалпы тьютер болады да сол кісі не береді, бағдар беріп көмектеседі. Кейбір сұрақтар туындаса, қиындық туындаса, тікелей сол кісіге шығып, сол кісіден ақыл кеңес алып, жергілікті жерінде сол сабақтарға неде жасай алады. Енді негізі мектептің ішінде де тәлімгерліктер болады ғой. Негізі тағайындалады ғой, негізі мектептердің ішінде. Әрине тағайындалады. Бұл кісілер бізде педагогтер курсқа келеді ғой. Курсқа келіп өзінің біліктілігін арттырады. Білімін жетілдіреді. Білімін жетілдіреді. Әртүрлі технологияларды үйренеді. Технологияда олар теориялық материал алады да көбінесе. Ал практикалық жүзінде балалармен жұмыс істеп олар үйренбеген әлі. Сол кезде кішкене қиындықтар туындайды. Осыған орай біздің тренер қалай жасауға болады деген сияқты сондай моменттерде кішкене көмек ретінде көрсетеді. Бұл өте тиімді дейсіз ғой. Әрине тиімді. Бұл қай жағынан тиімді деп ойлайсыз? Бұл жерде сол үйренген әдіс тәсілдерді жаңа жалпы айтқанда мынау курста көрген өзінің әдіс тәсілдерін өзінің жұмысында енгізуге жалпы балаларға оқуға қызығушылығын арттыруға көмектеседі деген ойдамын. Сол тәжірибе жүзінде дейсіз ғой. Иә, тәжірибе жүзінде. Сол оқығанын ары қарай тәжірибе жүзінде жалғастыру дейсіз ғой. Енді мына солтүстік Қазақстан мектептері туралы айтып жатырмыз ғой. Ақылды технологиялар облыс бойынша, міне жаңа айтып жатыр, сол қорытындылары шығарылуда, байқау өтіп жатыр деп. Осы байқаудың мақсаты не? Басты мақсаты? Біз биыл солтүстік Қазақстан смарт мектептері үшін ақылды технологиялар атты облыс әкімінің грантына арналған байқау жарияладық. Бұл байқауда жалпы ақшалай сыйлық болады. Ақшалай сыйлық себебі мотивация болсын деп, кішкене ынталандыру болсын. Жеңіп шыққан ұстаздарға дейсіз ғой. Бұл сандық білім беру ресурстарына және де мынау мобильді қосымшаларды жасауға арналғанда. Бұл байқаудың мақсаты солтүстік Қазақстан облысының білім беру жүйесіне арналған бірегей сандық ресурстары мен білім беру робототехникасының өнімдерін құру болып табылады. Жалпы айтқанда бізге бір 50-дей өтініш түсті. Сол 50-дей өтінішті бәрін қарастырып, қазір қорытындысын жасап жатырмыз. Сол бірінші, екінші, үшінші орынды береміз. Әлі берілген жоқ қой ешкімге. Енді мына жаңа айтып жатырмыз ғой, сандық білім беру ресурстары. Соған тоқтала кетсеңіз. Сандық білім беру ресурстары бұл мұғалімге көмекші ретінде арналғанда, мұғалімдер қазіргі уақытта енді балаларды ынталандыру керек, сабаққа қызықтыру керек, әртүрлі технологияларды көрсету керек. Бұрынғыдай дәстүрлі түрде сабақ берсеңіз балаларға мектепте, олар қызық емес. Мысалға, қазіргі кішкентай бала келеді мектепке, оның қолында телефон бар деген сияқты, планшет сияқты, ол барлығын біледі. Оған дәстүрлі түрде қызық емес. Соған арнап біз сандық білім беру ресурстарын жасаймыз да. Ол мұғалімнің өзінің ИКТ ақпараттық коммуникатив құзыреттілігін жалпы көтереді, ақпараттық сауаттылығын көтереді. Сонда жұмыс істеп, өзіне ақпарат алады және тағы да шығармашылық тұлға ғой педагог, сол өзінің шығармашылығын артылып, мотивациясын арттырады өзінің жұмысында. Және балаларға қызықты болады сол не бойынша. Мысалға 2014 жылы бізде өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында сандық білім беру ресурстары бойынша не болған сайыс болды, байқау. Сол жерде біздің нелеріміз, ұстаздарымыз, яғни Деревянкин Алексей Викторович пен Калиев Бақыт ұстазымыз екеуі қосылып алаштану бойынша сандық білім беру ресурсын жасап, сол бойынша гран-приді жеңіп алған болатын. Және де тағы да біздің ұстаздарымыз имидж педагогикасында сондай сандық білім беру ресурсын жасап, 3-ші орын алды. Сонда жалпы айтқанда біздің филиал 1-ші және 3-ші орын алған болатын сол байқауда. Және де қазіргі уақытта тағы да басқа әртүрлі сандық білім беру ресурстарын жасап жатырмыз. Сол бойынша жұмыс жасап, мынау көмек ретінде мұғалімдерге береміз. Енді осының бәрін осының барлық ұстаздар пайдаланып жатыр деп ойлайсыз ба? Өзіне алып жатыр, өзіне шығармашылығын арттырып жатыр деп. 100% біз айта алмаймыз ғой негізі. 100% әрине айта алмаймыз. Себебі
педагогтер әртүрлі келеді. Кейбіреулері шығармашыл өзін ізденісте жүрген адамдар, олар әрқашан жаңа технологияларға ұмтылады. Сол жаңа технологияға ұмтылып, біз олар курсқа келгенде оларға кішкене қызығушылығын арттыру керек біз әрқашан мұғалімдердің. Сол себепті біз сандық білім беру ресурстарын жасау технологиясында үйретеміз сабақтарда. Қалай жасауға болады, қалай көмектесеміз. Біздің жалпы айтқанда барлығы бұл ұстаздар, педагогтер үшін арналғанда, біздің институтқа келгенде біз ол кісілерге көмектесіп, содан кейін курстан кейінгіде посткурсовой сопровождение дейді ғой, курстан кейінгіде өзіміздің көмегімізді көрсетіп жатамыз. Мысалға, кейбір мұғалімдер тікелей маған звондап, қалай осылай жасауға бола ма деп ақыл кеңестер айтып жатады. Мен әрқашан көмектесемін. Құлақ асып көмектесесіздер ғой. Енді аудандарға шығып тұрасыздар ма осы бойынша? Осы бойынша аудандарға қазір шығып тұрған жоқпыз. Жалпы айтқанда, ұялы байланыс арқылы, видеоконференция арқылы, мысалға бізде іс-шаралар өтеді ғой, іс-шаралар өткенде Adobe Connect арқылы, яғни виртуалды платформа арқылы біз онлайн вебинарлар өткіземіз мұғалімдермен. Елді мекендерден олар бізге шығады, бізбен сөйлесіп, яғни бір-бірімізбен ақыл кеңес алмасамыз деген сияқты жұмыс барысында, жұмыс бойынша сөйлесіп, бірімізге жол сілтеп деген сияқты. Мысалы, басқа елді Ресей, Украина сынды басқа елді білім беру мекемелерімен онлайнға шығып, өзіміздің тәжірибемізбен алмасамыз. Оларда жаңа технологиялар болатын болса, соларды қарастырып, өзімізге қай жағы тиімді, сол жағын алып жатамыз. Тиімсізін қалдырамыз дейсіз ғой. Енді мына білім беру робототехникасы жайлы не айтасыз, не айтып кетесіз? Білім беру робототехникасы жайында 2017 жылы қараша уақытында біздің филиалдан 4 қызметкер Алматы қаласында халықаралық IT университетте барып, осы робототехника негіздері бойынша курстан өтіп келді. Білімдерімізді жетіріп келдік. Соның ішінде мен де бармын, жалпы айтқанда. Сол курсқа барып өтіп, барлығын үйреніп, барлық ақпаратты алып, содан кейін өзіміздің жергілікті жерде мұғалімдерімізді, яғни физика, информатика, математика сынды пәндердің мұғалімдерін үйрете бастадық. Курстар ашып, бюджетті курстар. Сол курстарға шақырып, ол кісілерді 72 сағаттық курс үйреттік. Сол кезде біз жалпы теория және практика бойынша болды да бізде. Және де осы жеңілдету үшін өзіміздің жұмысымызды осы виртуалды зертханасын, өрлеу роботикс виртуалды зертханасын жасадық. Бұл виртуалды зертханада барлық жалпы робототехника саласы қызықтыратын мұғалімдер кіре алады. Содан кейін және де әртүрлі робототехника саласында тарихын біле алады, жалпы қалай шыққан, содан кейін официальный сайт дейді ғой, сол ресми сайттарына кіріп толығырақ ақпарат ала алады. Және де мынандай программное обеспечение дейді ғой, бағдарламалық кешендерді жүктеп алып, өздерінің компьютерларына жүктеп нетіп алады, орната алады. Негізі бұл енді Назарбаев мектептерінде көбінесе белең алды ғой. Ал жай мектептерде қалай бұның аяғы алсын? Жай мектептерде қазіргі уақытта қарастырылып жатыр. Былай айтқанда жергілікті жерде робототехниканы біз оқыттық. Кей мектептер не бойынша робот Lego Mindstorm EV3, яғни Arduino және де Arduino микроконтроллері сынды роботтарды сатып алып жатыр. Енді бұларда балалардың қызығушылығы қалай? Әрине, балалардың қызығушылығы артады, себебі бұл робототехника болашақтың маманы ғой, былай айтқанда. Болашақтың маманы, бұлай жақсы игерген азаматтар жұмыссыз қалмайды деген ойдамыз. Жұмыссыз қалмайды, былай айтқанда, жақсы бір жаңалық дейсіз ғой, жаңалық. Ал енді мына өрлеу білім беру жаңа айтып жатырмыз ғой, арнайы арнасы жайлы толығырақ айтып кетсеңіз осын. Биылғы жылы 10 қаңтарда білесіз, кезекті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезекті жолдауы болды. Сол жолдауда, 4-ші өнеркәсіп бойынша. Сол жолдауда ол кісінің тікелей бір сөзі бар. Интернет желісінде білімді, білікті мұғалімдердің видео сабақтары мен видео лекцияларын жариялау керек деп айтып кеткен тапсырмасы болатын. Соны біз өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы сол бойынша жұмыс жасап жатыр. Содан кейін YouTube видеохостинг, яғни тегін видеохостинг сайтында өрлеу білім беру арнасын ашты. Ол арнасын ашып, сол бізге тапсырма берді. Әрбір филиалға, жалпы 17 филиал бар бізде. 17 филиалдың әр филиалына осы жергілікті жерде үздік мұғалімдердің сабақтарын бейнеге түсіріп, кәсіби түрде түсіріп, өңдеп,
осы осы арнаға саламыз деген жалпы. Бұндағы мақсат басқа Бұндағы мақсат обмен опытым дейді ғой, мынау тәжірибемен алмасу, жаңа технологиялар қалай жұмыс істеп жатыр. Білесіздер, мынау енді 2021 жылға дейін мынау жаңа білім беру, былай айтқанда 2021 жылға дейін біз неге көшеміз дедік? Жаңа білім беру жүйесіне. Жаңа білім беру жүйесіне. Жалпы жергілікті жерде қалай жұмыс жасалып жатыр? Барлығы солда бейнедәрісте айдай анық көрініп тұрады. Бұл жерде қалай мұғалім қалай жұмыс жасайды, сол бойынша бүкіл нелер қандай кемшілік бар, қандай кемшілік бар, толықтыру бар деген сияқты, қандай әдіс тәсілдер қалай жұмыс істейді. Соны барлық жерде, мысалға қазіргі уақытта біз өзіміздің филиалымыз бойынша 15 видео сабақ түсірдік, өңдеп, қазіргі уақытта YouTube арнасында бар. Соны мысалға бізде және жыл соңына дейін әлі 15-ін түсіріп, жалпы айтқанда бір жылда 30 видео сабақ түсіріп жасаймыз деген ойдамыз. Және де бұның мақсаты, мысалға бізге мұғалімдер курсқа келеді ғой, курста көбінесе теориялық материал алады, әртүрлі нелерді үйренеді, әдіс тәсілдерді үйренеді, жалпы айтқанда. Практика жүзінде кішкене қиыншылық туындайды оларда. Сол қиыншылық туындағанда, мысалға, және де бүкіл курс барысында бүкіл технологияларды үйрену әдіс тәсілдер мүмкін көп қой, әдіс тәсілдер көп қой. Соны мүмкін емес те үйрену, физически былай айтқанда. Соны мысалға уақытта жетпейді. Соны барып өзінің жергілікті жерде мектептерінде көргенде, жұмыс жасап көргенде кішкене қиындықтар туындауы мүмкін. Осыған орай біз ол кісілер қиындықтар туса, осы арнаға кіреді да, қалай басқа мұғалімдер жұмыс жасап жатыр, қандай мысалы өзгерістер бар деген сияқты, соны қарап өздеріне өңдеп жалпы не жасай алады. Сонда кішкене болса да жеңілдік болады дейсіз ғой, үйренеді және жеңілдік болады дейсіз ғой. Енді мына басқару жүйесі мен имиджін көтеру туралы не айтып кетер едіңіз? Басқару жүйесі бойынша біз филиал жалпы айтқанда басқару жүйесін педагог тыңдаушыларды басқару жүйесі цифрландыру және педагог филиал қызметкерлерін басқару жүйесін цифрландыру және имиджін көтеру бойынша үшке бөлінеді, үш бағытқа. Педагог қызметкерлерді басқару жүйесіне, яғни біз онда өзіміздің ресми сайтымызды кеңгіземіз. Ресми сайтта білесіздер, барлық институттың тыныс тіршілігі жайлы ақпараттар бар. Жаңадай Қазақстан Республикасының конституциясы, жаңа білім беру бойынша қандай өзгерістер болып отыр, қандай заңдарға өзгеріс кірді, жалпы өзекті мысалға мемлекеттік бағдарламалар бар ғой, 100 нақты қадам сияқты, мәңгілік ел деген сияқты, сондай барлық ақпараттар бар да. Содан кейін институтта қандай байқаулар жүріп жатыр, қандай конкурстарға қатысуға болады, қалай өзіңізді шыңдауға болады деген сияқты, сол бойынша конкурстар бойынша бүкіл ережелері қосылған. Және де мынау филиалдың жобалары бойынша конкурстар жиі болып тұрады. Сосын мысалға директорға тікелей байланысуға болады. Біз әрқашан ашықпыз педагогтермен жұмыс жасауға. Директорға тікелей хат жазуға болады. Егер содан кейін мынау жедел әрекет ету тобы деген бар. Мысалға бұл жерде курс тыңдаушылары 2 жұмалық қысқа мерзімді курстар бізде 2 жұмаға созылады да, былай айтқанда 72 сағат, 80 сағатқа өтеді. Содан кейін бір жұмасын өткеннен кейін курс тыңдаушылары, олар кісілерді біз жинаймыз да, жинап, содан кейін курс бойынша жалпы ұнап жатыр ма курстар, ұнап жатқан жоқ па, қандай кемшіліктер бар, қалай өзгертуге болады деген сияқты. Сондай әр топтың нелерін, старосталары дейміз ғой, әкімдерін жалпы жинаймыз да, сол бойынша пікір сұрап, пікір алмасамыз. Жалпы айтқанда қалай көтеруге болады, біз әрқашан ізденіс үстіндеміз да, біздің институт, әрқашан біз сапаға жұмыс істегіміз келеді. Қалайда педагог қызметкерлердің білім сапасын көтеру дейсіз ғой? Білім сапасын көтеру. Басты мақсаттарыңыз ғой енді бұл? Әрине. Енді мына ауыл мектептеріне келетін болсақ, көбінесе толық интернетпен жүйесімен қосылған ба ауыл мектептері? Енді жалпы қосылып жатыр ғой, жалпы интернетпен. Солар қалай барлығы жұмыс істеуге мүмкіндік бар ма? Қазіргі кезде енді қандай проблемалар бар деген сияқты. Енді проблемасыз болмайды ғой. Әрине, түзелмей, түзелмейді дейді сондықтан. Бұл жерде әрине кейбір ауыл елді мекендерде интернет жоқ. Бірақ та ол бойынша әлі үкімет жұмыс жасап жатыр. Қазақтелеком мысалы күнделікті әртүрлі өздерінің құрылғыларын қойып, жаңадан мысалға ұялы байланыс компаниялары өздерінің вышкаларын дейді ғой, сол вышкаларын қойып 3G, 4G сынды желі арқылы интернет таратып жатыр, жалпы бұл бойынша жұмыс жасалып жатыр. Жалпы айтады ғой, енді көш жүре төзеледі дейді ғой, көшіміз ары қарай түзеліп кетеді деген ойдамыз.
Енді бұның бәрі алдағы уақыттың еншісінде дейсіз ғой. Алдағы уақыт. Енді жалпы тағы да қандай жұмыстар атқарылу керек деп ойлайсыз? Қандай осы алдағы мына білім беру жүйесінде ақпараттандыруда, мысалы дамытуда қандай жоспарларыңыз бар? Тағы да қалай мынандай жұмыстар жүргізсек, жалпы алдыға жылжушылық болады деп ойлайсыз? Негізі енді бұл жерде қарап тұрсаңыз, алдыға жылжушылық қой, ізденіс. Осы болмаса, ол алдыға жылжушылық болмайды деген сияқты. Әрине, біздің институт әрқашан ізденіс үстінде болады да, жалпы айтқанда. Бұл енді жалпы институттың сайтын кішкене оңтайландыру керек деген сияқты. Мобильдік қосымша ретінде жасаймыз мұғалімдерге. Және де мысалға мұғалімдерге кішкене жеңіл болсын деп, кейбір мұғалімдер жаңадан келеді ғой курсқа. Кейбір мұғалімдер Петропавлды білмейтіндер мұғалімдер бар. Сол бойынша Петропавлдың жалпы картасын саламыз ба деген ой бар, электрондық картасын. Және де институтта виртуалды институттың ішін аралап көруге болатындай виртуалды көрме ретінде жасайтын ойымыз бар. Содан кейін мынау электрондық кітапхана жүйесін қолға алып жатырмыз. Енді барлық мынау кітапханадағы кітаптарды не бойынша электрондық түрге өткізіп, мысалға сол бойынша сайтқа кіріп, мысалға әртүрлі материалдарды жүктеп алуға болатындай сондай жұмыстар енді ары қарай жұмыс жасаймыз. Оның енді алдағы уақыттың еншісінде дейсіз ғой. Енді тағы да қандай жұмыстар жүргізуге болады деп ойлайсыз? Тағы да қандай жұмыстар? Бұл енді өрлеу білім беру каналын, яғни видео сабақтар мен видео дәрістерді, лекцияларды жақсы мұғалімдердің сол мұғалімдердің видео сабақтарын ары қарай дамытып, әртүрлі сол бойынша біраз жұмыс жасаймыз. Содан кейін сол не бойынша білім жетілдіру. Желілік қоғамдастықтар жасаймыз. Желілік қоғамдастықтар жалпы бүкіл Қазақстанның педагогтерін қосатын желілік қоғамдастық. Бұл жерде әртүрлі сала бойынша, мысалы бастауыш мектеп, математика пәнінің орта буын, мысалға математика пәнінің мұғалімдері, оның ішінде математика пәнінің, қазақ тілі пәнінің мұғалімдерін барлығын бір жерге жинап, мысалға пікір алмасуда, бұл жерде бір-бірімен опыт дейді ғой, обмен опытым дейді ғой, сол бойынша бір-бірімен сөйлесіп, сол бойынша тәжірибе алмасу, сол бойынша сондай электрондық нұсқасын жасаймыз деген ойдамыз. Бұл енді үлкен жұмыс дейсіз ғой. Жалпы үлкен жұмыс. Егер бұның бәрін топтастыратын болса, бір үлкен нәтиже шығаруға да болады. Үлкен нәтиже шығады, иә. Бұл жерде мұғалім мысалға өте ыңғайлы да, мұғалімға өзінің телефонынан арқылы кіріп, мысалға сабақ барысында туындаған проблемасын телефон арқылы кіріп, өзінің әріптесінен, мысалы қызылордалық әріптесінен, астаналық әріптесінен тікелей сөйлесіп, байланыс арқылы шеше алады деген ой. Енді Алмас не айтып жатырмыз ғой, білімдегі жаңалықтар, білімге жаңашылдық деп, жаңа білім беру жүйесі деп мысалы. Осындай енді мына қазіргі оқулықтар бәрі толық па? Балалардың толықтай осы жаңа білім жүйесімен білім алуына жағдай жасалған деп ойлайсыз ба? Толықтай өтіп кету мүмкін емес қой, енді бірте-бірте осы жаңа білім беру жүйесіне. Негізі мына Назарбаев мектептеріндегі алып жатқан білімді жай мектепке енді әкеп жатырмыз ғой. Сол енді біраз қиындықтар туындатады ғой. Өйткені ол мектепте таңдаулы балалар отыр. Мысалы, балалардың да білімдері әртүрлі ғой. Бірдей емес қой бәрі. Сонда қиындықтар туындайды деп ойлайсыз ба өзіңіз? Қиындықтар әрқашан болады. Таңдаулы бала болсын, енді жалпы орта жай мектептің балалары болсын. Бірақ та біз әрқашан көштен қалып қоймау керекпіз, бұл ең бастысы. Бәсекеге қабілетті, мықты, болашағы мықты мемлекет боламыз десек, әрқашанда жаңашылдыққа ұмтылу керекпіз. Сондай жаңа бағдарламаларды енгізу керекпіз. Сол бойынша жұмыс жасап, әрі қарай даму керекпіз деген ойдамын мен жалпы айтқанда. Бұл жерде бөлудің қажеттілігі жоқ, енді таңдаулы деген, орташа деген сияқты. Барлығы бұл үйрену керек, білу керек бала. Қазіргі 21 ғасыр бұл білімділердің ғасыры ғой, бұл айтқанда. Білектілердің ғасыры олар 18-19 ғасырда өтіп кеткен. Олардың замандары өтіп, қазіргі уақытта білімділердің ғасыры 21 ғасыр. Сол себепті, егер бала ұмтылып жатса, жаңа технологияларға, оларға кішкене қызығушылық болады да, мотивация болады. Сол жаңа технологияды енгізсек, цифрландыру бойынша енгізіп жатсақ, сабақ үстінде олардың қызығушылығы артып, одан сайын өздері дамып кетеді деген ойдамын. Бір жағынан енді бұл жаңа технологияларды енгізіп жатыр, жаңашылдықтар болып жатыр, білім жүйесіне жаңашылдықтар енгізіліп жатыр. Бұның бәрі расында да балалардың қызығушылығын, ата-аналардың қызығушылығын арттырады дейсіз ғой. Және бала білімді болып өсуіне оңтайландырып, сондай жаңа айтып жатырсыз ғой. Бала тырысса, ата-ана тырысса, ұстаз шығармашылықпен жұмыс істесе, алмайтын асу жоқ дейсіз ғой. Әрине. Ал енді өзіңіз білім беру саласының қызметкерлеріне қандай тілек айтып кетесіз? Өйткені жаңа оқу жылы болса, енді ғана басталып жатыр.
барлығы енді шығармашылықпен жұмыс істейді деген сияқты ұстаздарымыз. Енді оқу жылының барлығын, енді бүкіл педагогтерді қауымын жаңа оқу жылымен құттықтаймын шын жүректен. Педагогтерге шығармашылық табыс тілеймін, себебі ол кісілер шығармашыл тұлға. Әрқашан мынау енді сабақтарына балаға білім берерде өздерін былай шабыттанып келсін деймін. Содан кейін мынау енді оқушылары не болсын, тәртіпті болсын деймін енді. Оқушылар тәртіпті, тек қана қуанта берсін. Ата-аналар мен мұғалімдер тіл табыса алмай жатады көп жағдайда. Тіл табыссын дейміз. Енді сол жалпы педагогтың қолында ғой бар Қазақстан елдің болашағы. Сол педагогтеріміз мықты болып, оқушыларымыз мықты болып, еліміз бәсекеге қабілетті елдің қатарына енсін. Алмас Жомартұлы, өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жеткен екен. Осылай алдағы уақыт бөліп, алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп әңгімелескеніңіз үшін сізге біз алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыздың түпнұсқасын, электронды нұсқасын www.қызылжар.tv.kz сайтынан көре аласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.